Assalomu alaykum. Кезекті машинамыз Sprinter грузовой. 2.9 Sanyoq motor. Motor істеуі жақсы, әдемі істеп тұр. Тек май расход болып отыр. Бірінші очередь колодкасын ашып көреміз, гильзасын көреміз. Егер гильзасы жақсы болса, тек кольца басамыз. Гильзасына выработка болып, хом жоқ болса, полный шашып, гильзовать етіп, қайтып жинап шығамыз ғой. Турбиналар бәрі жақсы екен. Қазір мотор колодкасын шығарып алайық. Кейін ары қарай көреміз. Моторды шығарып алдым. Головкасын бірінші шешіп көрдім гильзаны. Гильзасы мына үшінші гильзасы нашар екен. Задир бар. Мына жерде. Мына жерде задир бар. Қалғандары хомдары жақсы. Сеткалар бәрін көрініп тұр. Қазір бұл блокты жуып тазалап алдық. Неге токырға апаруға. Мына бәрін коллекторды. Коллектор мәдештелерін мойкаға береміз, жуып тазалап береді. Мысалға мен бұны осыны жүрмейді емес жүреді, кольца салып жина жеруге де болатын еді. Бірақ біраз жүріп, бір ай ма, 2 ай жүріп, осынша расход істегесін. Мұна мысалы мына қазір көрсетейін. Мұнаның жағдайы нашар. Бір айдан кейін калинвал қысқасы қаншама расход болатын еді. Енді мен бұны ашпай тұрып мен көре алмаймын ғой. Бірдеңе деп айта алмаймын ғой. Мыналардың бәрі износ. Міне, нашар бұның бәрі. Мысалы, тек кольца басып жина жеруге болатын еді. Кейін мысалға мынау бір айдан кейін 2 ай, 3 ай жүріп калинвал қысып қалған кезде қиын жағдайда. Сол үшін мынаны калинвалды ашып көргенім жақсы болды. Мынаны 3-ші цилиндр гильзовать етеміз. И полностью мотор жинаймыз ғой. Қазір тек токырға гильзовкаға тастап кетсем болды. 89 диаметр, мына өзінің поршыны родной. Токырға апарып тастап келейін. Сонымен полностью жинап тастаймыз моторды. Мына блокты токырге әкелдім. Қазір бұның специально мына өзі ньютрометр бар өлшеуге. Поршындар сәл отырған, көп емес, сәл. На всякий случай сонда да. Бірақ соған дұрыстап гильзаны негіз. Мен осы подпоршын істеп беремін да. Кольцаны зазорын сонда тексеріп жүреміз. Сәл уже отырған бар да. Мыналарды өлшейміз. Қазір ньютрометрмен өлшейді, қанша сотка екен. Если мыналарды сәл көптеу болса, бәрін істеуге тура келеді ғой. Бұлай көзге нормальный көрініп тұрды, хомдары шы. Қазір ньютрометр. Келесі. Төбесі 12, асты 15. Конус сияқты болған. 12, 15. Бәрі осына келіп кеткен да, 12, 15, 12. Бұл бәрін істетін сылақ. Дұрыс болады, бәрін істетсек негіз. Так, 5 тас қанша бер? Бәрін істететін болып па? Мына мойкаға бәрін осылай салынады мін. Осылай тап-таза болып шығады ғой. Химикатымен. Давай, закрывай. Тап-таза болып шығады. Мойкадан шықты. Осылай тап-таза болып шықты. Енді тек сборка ғой. Жинауымыз керек. Головкасы полностью притирка істелінді. Компрессияны жақсы ұстайды да, притирка болса. Мына бесеудің гильзовка болды. Мына жерде телефон жақсы сұрамай тұр ғой. Ньютрометрмен. Примерно қазір бір цилиндрді. Минус 4. 4 болып тұр. Бірақ каждый поршын әртүрлі ғой. Өлшеу керек. Примерно қазір салып көріп. Минус 3. Минус 6. Потому что бұл жерде поршындар әртүрлі да. Соған қарап, осылар орнына саласыз, зың болады. Болды.
тек гильза несі. Ол блогымыз дайын. Апарып бір жуып тазалап аламыз. Сонымен сборкаға. Блогымыз дайын жинауға. Уже мына поршынға май шашатында қойып тастадық. Но, коленвал. На каждый детальдары. Но коренной кладыш. Не. Шатуной. Кольца. Бұлардың бәрі оригинал. Дайын ғой жинауға. Сенді бастаймыз жинауды. Моторымыз полностью жинап мәшеге салып қойдық уже. Бұл жерде тек радиаторы, интеркулер коллекторы қалды. Қазір осы тұрсында бір оталдырып көрсетейін деп отырмын. Солярка майын бәрін шығарып қойдым. Давай кілт аш. Давай. Әдем істеп тұр. Суын құю керек, тасол. Радиаторларын жинап алайық. Жақсылап обкатканы шығарамыз ғой. А так полностью машинамыз дайын. Дай қаласы полностью дайын болды. Қазір мынаны үсті оталып тұра берсін дедім да. Мынаны қойсам, интеркулердің патрубкасын. Сонымен болды, дайын болады. А так мәше дайын үш.